Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Ақерке. Бүгін біз сіздермен отбасыңыз қайта-қайта сұрайтын өте дәмді фунчоза салатын дайындайтын боламыз. Ең алдымен фунчозамыздың үстіне ыстық суымызды құйып аламыз. Қатты қайнап тұрған ыстық суды құйып 15-20 минутқа қойып қоямыз. Сол кезде фунчозамыз пісіп дайын болып шығады. Қайнатсаңыздар да болады. Бізге керекті заттар: ет, перец, редька, сәбіз, қияр және де мен петрушка қолдандым, және чеснок керек болады. Көріп тұрғандарыңыздай барлық затты мен соломка қылып турап алдым. Енді етімізді соя тұздығына араластырып аламыз. Сол кезде етіміз жұмсақ әрі балғын болып шығады. Қызып тұрған табаға етімізді салып, жақсылап қуырамыз. Жақсылап араластыру керек барлық жағын. Содан кейін бетін жауып 10 минутқа қойып қоямыз. 10 минуттан кейін үстіне сәбізімізді, болгар бұрышын және де редькамызды салып, тағы да 10 минут қуыратын боламыз. Өте оңай жасалатын салат, сол себепті барлықтарың жасап көрсеңіздер болады. Он минут қуырылғаннан кейін үстіне петрушкамызды, қиярымызды және чесногымызды саламыз. Одан кейін дәміне қарай тұзымызды, бұрышымызды салып, жақсылап араластырып, барлығын бірге қылып араластырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай мінекей дайын болды. Мен кішкене ашты болсын деп қара бұрыш қостым. Жиырма минут тұрған фунчозамызды суын сорғытып аламыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай уже дайын. Үстіне жаңағы қуырылған сайын саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Мінекей араласты. Өте дәмді болып шықты. Барлықтарың жасап көрулеріңіз кеңес беремін. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, маған тіркеліп кетіңіз. Бұдан да бөлек салаттар, тағам түрлері көп каналымда. Рахмет.